Саламатсыздар ма достар? Мен бүгін сіздерге мой файлдағы файлды және папканы қалай скрит ету керегін үйретемін. Ол үшін бізге мой файлға кіру қажет. Мой файлға кірдік. Енді өзімізге керек папканы немесе файлды, картинка, видео тағы басқаларын таңдаймыз. Оны выделить етіп аламыз. Выделить етіп алдық. Енді үстіде тұрған 3 нүкте бар, оң жағындағы. Соны басамыз. Басқанда бізде переименовать деген бар. Соны басамыз. Басып, атының алдына точка қоямыз. Міне мен точка қойдым. Енді ОК пернесін басамыз. ОК пернесін басқанда біздің папкамыз жоғалып кетті. Көргендеріңізде жоғалып кетті. Енді оны қалай восстановить ету үшін қайтадан параметрді басамыз. Параметр отображение деген болды. Оны бастық. Енді показать скрытый файл деген бар. Оны басамыз және ОК пернесін басамыз. Көргендеріңізде міне папкамыз шықты. Міне енді қайтадан параметрді басамыз. Переименоватьты басып, алдындағы точкасын алып тастаймыз. ОК-ді басамыз. Қарасаңыздар міне параметр отображение қайтадан показать скрытый файлды алып тастаймыз. Көргендеріңізде міне ringtones папкасы тұр. Сол сияқты картинка, видео, аудио тағы басқаларын скрит ете аласыз. Тамашалағандарыңызға рахмет. Каналға жазыламыз достар. Лайк басамыз. Достарымызды шақырамыз. ВК-дағы тобымызға тіркелеміз. Қош сау болыңыздар.